Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Құлпынай. Сіздермен көріспегелі біраз болып қалыпты, жалпы қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге жаңа тақырыпта келдім. Бүгінгі бейнежазбаның тақырыбы: егер де біз Кореяда жүріп ауырып қалсақ, қай ауруға қандай дәріні іше аламыз? Және ол дәріні дәріханадан қалай сұрай аламыз? Осы жайында айтатын боламын. Бейнежазбаны соңына дейін көрсеңіздер, сізге немесе сіздің танысыңызға осы бүгінгі бейнежазба үлкен көмегін тигізетініне сенімім мол. Сол үшін бейнежазбаны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жалпы Кореяда дәрі сатып алудың үш түрі бар. Біріншісі әрі нақтысы, ол ауруханаға барып, сіздің қай жеріңіз ауырып жатқан дәрігерге тексеріліп, дәрігердің рұқсаты бойынша сізге нақты қажет дәрілерді алу. Әрине бұл ең нақты түрі, бірақ өкінішке орай біздің отандастарымыз Кореяға келгеннен кейін уақыттың жетіспеушілігінен, тілді білмегендіктен немесе құжаттың болмауынан ауруханаларға бармай өздері дәріханаға барып дәрі алып жатады. Екінші түрі, әрине түрлі СНС-тер арқылы біздің Россиядан, Қазақстаннан, Өзбекстаннан келген дәрілерді сатып алу. Уақыттарыңыз болып жатса, немесе таныстарыңыз болып жатса, олайды сатып алуға болады. Үшінші түрі, яғни бүгін мен сіздерге айтатын бейнежазбаның тақырыбының бірі, ол дәріханадан өздеріңіз барып сіздерге қажет дәріні сатып алу. Яғни тіл білсеңіздер әрине жақсы, оңай сатып ала аласыздар. Ал егер тіл білмеген жағдайда қай жеріңіздің ауырып жатқанын білесіз, бірақ оны дәріханаға барып жеткізе алмайсыз, сондай жағдайда көмегі тиетін бейнежазба деп ойлаймын. Сол үшін бейнежазбаны соңына дейін көрсеңіздер, осы дәріханадан дәріні қалай сатып алуға болады, осы жайында айтатын боламын. Егер де сіз Кореяда дәріханаға барған кезде дәріні қалай сұрауды білмесеңіз, немесе тіл байлығыңыз жетіспесе, корей тілін білмесеңіз, онда қазіргі бейнежазбада мен әрбір дәріні экранға шығарып қоямын. Сол шығарып қойған экранды скрин жасап алып, дәріханаға апарып, маған мына дәріні беріңізші деп көрсетсеңіздер де болады. Әрине бұл ең оңай жолы. Немесе сол дәрінің атын жаттап алып, атын сұрасаңыз да болады, немесе жай ғана суретін апарып көрсетсеңіз де болады. Ол өзіңіздің таңдауыңыз. Жалпы біз Кореяда жүрген кезде ең көп дәрі қажет, ең көп ауыратынымыздың бірі ол әрине тұмаурату. Кореяда тұмауратқан кәрістердің өзі тұмауратсын, жай мұрнынан су ақсын, не болса да жүгіріп ауруханаға бара салады. Себебі ауруханаға барған кезде жай ғана бір ғана тұмаудың дәрісін бермейді. Ол дәрі асқазанды қорытпай қалатын болса, асқазан қорытатын дәрі қосып береді. Жөтелдігін, қақырықтығын, мұрындығын бәрін қосып, бір пакетте прям 5-6 дәріні қосып бірақ береді. Сол кезде тез жазыламыз. Ал егерде біз жаңа мен жоғарыда айтқандай ауруханаға бара алмайтын болсақ, онда дәріханадан бір ғана дәріні, өзімізге қажет дәріні сатып алуға болады. Олай болса, қай ауруға қандай дәрілер қажет, осы тізімдерден бастайтын боламын. Егер сіздің мұрныңыздан су ағып, жөтеліп жатсаңыз, онда Хвайтубен деген дәріні алсаңыз болады. Бұл дәрі Корей халқының өздері де ең көп қолданатын дәрінің бірі болып табылады. Хвайтубенді кез келген дәріханадан немесе 24 сағаттық дүкендерден де таба аласыз. Мұрынға, қақырыққа, жөтелге, бас ауруға бәріне бірдей жарай беретін дәріні жоңап камгияк деп атайды. Осы жоңап камгиякты де сіздер кез келген дәріханадан немесе 24 сағаттық дүкендерден де ала аласыздар. Тағы біреуі Колтеон деген дәрі. Колтеон деген дәрі, егер сізді жөтел мазаласа, қақырық мазаласа, мұрныңыздан су ақса, онда Колтеон деген дәріні де дәріханадан сатып ала аласыз. Одан бөлек, егер де сіз капсула немесе таблеткаларды іше алмасаңыз, онда сіз сулы дәріні де сатып алсаңыз болады. Ол дәрінің аты Херанс деп аталынады. Херанс дәрі бұл көбінесе ангинаға жақсы көмектеседі, және ангинаға, тамақ іскенге, жөтелге жақсы көмектеседі. Егер сіз таблетка іше алмайтын болсаңыз, онда осы Херансты алсаңыз да болады. Сонымен қатар жөтелге тұмауратқан кезде тағы бір жақсы көмектесетін дәрілердің бірі ол мюкопекті деп аталынады. Яғни сізде жөтеліп жатсаңыз, мұрныңыздан су ағып жатса, сізді тұмау мазаласа, онда мюкопекті деген дәріні де сатып ала аласыз. Тұмаудан бөлек, егер сіздің себепсіз басыңыз қатты ауырса, немесе бір нәрсеге стресс алып, бір нәрсені уайымдаған кезде басыңыз ауыратын болса, немесе уақытша успокоительный қажет болған жағдайда, онда Корей халқы да ең көп қолданатын тайранол деген дәріні алып ішсеңіз болады. Бұл, былайша айтқанда, уақытша успокоительный дәрілердің бірі болып табылады.
бұны тек қана дәріханалардан ғана емес, 24 сағаттық дүкендерден де таба аласыз, яғни оп-оңай сатып ала аласыз. Келесі, кеборин деген дәрі бар. Кеборин. Бұл да уақытша успокоительный дәрілердің бірі. Басыңыз қатты ауырса, немесе бір жұмыс жасап келгеннен кейін қолдарыңыз қатты ауырып, беліңіз қатты ауырып, ауыр жұмыстан кейінгі денеңіз қатты ауырса, немесе қыздардың етеккірі келген кезде іштері қатты ауырған жағдайда осы кеборин деген дәріні сатып алсаңыздар да сіздерге көмегі мол, яғни көмектесетініне сенімім мол. Сол үшін бұл дәріні де 24 сағаттық дүкендерден немесе дәріханалардан оп-оңай таба аласыз. Енді дәріханаға кірген кезде, осы тұмауратып қалған кезде сіз дәріні қалай сұраймын деген сұрақ болуы мүмкін. Ондай кезде дәріханаға кіріп, 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. тұмауратып қалдым. Немесе 콧물이 나요. мұрным ағып жатыр. Немесе 기침이 나요. 기침이 나요. немесе 기침을 많이 해요. мен қатты жөтеліп жатырмын деген сияқты осындай аздаған бір-екі сөздікті ғана білсеңіз де, онда сізге дәріханадағы дәрігер сіздің не айтқыңыз келгенін түсініп, сізге дәрі ұсына алады. Сол үшін корей тілін өзіңіздің қай жеріңіз ауырып жатқанын жақсы білмесеңіз, жоқ дегенде 감기에 걸렸어요, 콧물이 나요, 기침이 나요 деген сияқты, 열이 나요, температурам көтеріліп тұр деген сияқты сөздіктерді жаттап алсаңыз, өзіңізге көмегі тиетініне сенімдімін. Егер де бұл сөздіктерді қайдан аламын, немесе жалпы тілді қайдан жаттаймын дейтін болсаңыз, менің каналымдағы корей тілі сабақ деген курстарына кірсеңіз, сол жерде де тегін ұсынылып қойған, кіріп сөздіктер жаттасаңыздар да болады. Кореяға келгеннен кейін тек қана тұмауратып қана қалмай, одан бөлек біздің көбінесе тіс ауруы мазалайды. Тіс ауырған кезде біз тіс дәрігеріне баратын болсақ, онда Қазақстанға қарағанда Кореяда тісті емдету өте қымбатқа соғады. Егер біздің сақтандыру куәлігіміз болмаса, онда одан да бетер тіс емдету өте қымбат. Сол үшін кейде біз тісіміз қатты ауырған кезде дәрі ішіп, уақытша емдеуімізге де болады. иденкю, дентиді эп, хантадол, тенсмин деген осы дәрілер сіздерге көмегін тигізеді. Яғни, егер сіздердің тістеріңіз ауырып, немесе арасына суық, салқын жел кірген сияқты сезініп жатсаңыздар, тістеріңіз ісіп кетсе, себепсіз қанап жатса, онда мен осы қазір экранға көрсетіп қойған 4 дәріні дәріханаға барып сұрасаңыздар, ала аласыздар. Және бұлардың көмегі де зор. Егер Кореяға келген кезде, алғаш келген кезде тамағы жақпай, немесе суы жақпай, іштеріңіз өтіп, құсып жатсаңыздар, отравление болып жатсаңыздар, онда сіздерге көмекке келетін дәрі Роидпен немесе байыстап деп аталынады. Экранға шығарып қоямын, скрин жасап алыңыздар. Кореяға келген кезде іш өтуден қиналып жатсаңыздар, онда дереу дәріханаға барсаңыздар, результатын да тез көресіздер деп ойлаймын. Әрине, біз ел ауыстырғаннан кейін, жер ауыстырып, су ауыстырғаннан кейін міндетті түрде бір нәрсесі жақпай, не тамағы жақпай, не суы жақпай, денемізге аллергия шығып кетеді. Сол кезде бізге бірінші болып көмекке келетін дәрілердің бірі, корей дәрілерінің бірі альжисак немесе аллошат деген осы 2 дәрі экранға шығарып қоямын. Бірден көмектеседі. Осы 2 дәріні қандай кезде ішесіздер? Денелеріңізге аллергия шығып бөртіп кеткен жағдайда, немесе қызарып кеткен жағдайда, денеңіз қышыған жағдайда, осы кездерде осы 2 дәріні аптекаға барып сұрасаңыздар, ішсеңіздер бірден көмектеседі. Дәрілерден бөлек күнделікті біздің сөмкемізде немесе қалтамызда жүру қажет тағы бір 2-3 зат бар. Оны айтып өтетін болсам, біз бәріміз осында жұмыс істеуге келгеннен кейін қара жұмыс істейміз, кейде қол саусағымызды кесіп аламыз, кейде бір жерімізді қанатып аламыз деген сияқты. Осы кезде бізге йод пен лейкопластыр қажет болады. Оны қалай айтады? Аптекадан, дәріханадан қалай сатып аламыз? Жалпы йод дегеніміз бұл жақта побидон. Побидон дегенді, суретін жарып қоямын, әрине, побидонды сатып алсаңыз, ол кәдімгі біздегі йод сияқты қанағансын басады. Одан бөлек бенді немесе панчанго деп аталынады. Бұл лейкопластыр, яғни жабыстырып қоятын. Соны міндетті түрде қалталарыңызға салып жүріңіздер дегім келеді. Өйткені корей халқын мен жақсы білем. Егер саусағыңыз кесіп алсаңыз да, или бір жерден кішкентай қаншса да, болды, кеттік, жүгір больницаға, ауруханаға кеттік деп алып кетеді. А бізде кейде ауруханаға баратын мүмкіндік болмай жатады. Сол үшін өздеріңізбен бірге міндетті түрде жүру керек. Қалтаңызда осы 2-і болсын деп айтамын. Ал егер де сіз саусағыңыз кесіп алып,
бірақ су ұстауыңыз қажет болса, жаңа лейкопластырдың ішіне су кірмегенін қаласаңыз, онда паңсубеді дегенді, паңсубеді шығарып қоямын, соны алсаңыздар, қанаған жеріңізге су кірмейді. Әрине, қазір мен айтқан дәрілер тек қана осы дәрілерді ғана ішеді екен деген сөз емес. Тұмаудың да дәрілердің түр-түрі бар, тіс аурудың да дәрілерінің түр-түрі бар. Бірақ мен сіздерге екшеуден айтқан себебім, барлығын айтып отыра алмаймын. Екшеуден айтқан себебім, жоқ дегенде басыңыз қатты ауырып жатса, немесе ішіңіз өтіп жатса, дәріханаға жүгіріп барып, тіл білмесеңіз, бірақ маған дәрі қажет, сол кезде сәл де болса сіздерге көмегім тисін екен деген мақсатта бастапқы дәрілер, бастапқы көмектесетін дәрілер және Корей халқы ең көп қолданылатын, ең көп ішетін дәрілерді сіздерге айттым. Кореяда жүргеннен кейін, әрине шетел болғандықтан өзіміздің ыстық тамақты іше алмай, жақсылап демала алмай жүргеннен кейін иммунитетіміз әлсірей беріп, көп ауыратын боламыз. Әсіресе көктемнің күнінде және де дәл қазіргі мынандай жағдайда көп ауыратын болғандықтан, сәл егерде өздеріңіз жөтелгендеріңізді, тамақтарыңыздың іскенін байқасаңыздар, онда міндетті түрде дәріханаға барып, дәрі ішіп, аурудың алдын алыңыздар деп айтамын. Әрине, Құдай ауыртпасын, ешқайсымыз ауырмайық, барлығымыз аман сау болайық. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет.